желіде отандық тележүргізуші Лейла Сұлтанқызы мен Түркияның жарқын жұлдызы Борак Өзчевиттің бірге отырған сәтінен ескі видео тарап, қызу пікірталас тудырды. Әйгілі түрік актері Қазақстанға 2 рет келіп кеткен болатын. Бұл видео Борактың елімізде қонақ болған кезде түсірілген. Instagram желісінің Тойдуман Каз атты парақшасында жария болған видеода Лейла Боракты әңгімеге тартып, оны ұялы телефонына түсіріп жатқаны байқалады. Видеоны көрген желі қолданушылары жарыса пікір жазуда. Қашан келген? Қандай іс-шараға? YouTube'те бар ма? Дәл қасында отырып түсіргені несі? Не айтып отыр оған? Лейляның сөзін түсінді ме екен? Деп сұрақтарын жаудырды пікір қалдырушылар. Айта кетсек, Борак Қазақстанда 2 рет болып қайтқан. Алғашында 2015 жылы елімізге келген актер түнгі студия Нұрлан Қойынбаев танымал түнгі шоудың қонағы болған еді. Кейін 2019 жылы елордада өткен Еуразия халықаралық кинофестивалінің ашылу салтанатында бой көрсеткен Борак. Артынша Лейла Сұлтанқызына The Эфир сұхбат берген болатын.